Сәлеметсің бе жас оқырман? Бүгін біз р әрпін оқып дағдыланамыз. Бұл р әрпінің баспа түрі. Бұл р әрпінің жазба түрі. Рюкзак, арна, ара, ара темір сөздерінде р әрпі кездеседі. Бірге буындап оқиық. Арна, арна, арна деп өзеннің ағып өтетін жолын айтамыз. Ара, 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 ара. Келесі сөз ара, ара, ара темір. Келесі суретке назар аудар. Суретте кімді көріп тұрмыз, балалар? Суретте қызды көріп тұрмыз. Қыз бала не істеп жатыр? Қыз бала анар апара жатыр. Бірге оқып көрейік. Анар, анар, анар. Анар жемістің атауы, және қыз баланың есімінде анар деп қоюы мүмкін. Апар, апар, апар. Апара жатыр, е? Өте жақсы. Шеттегі сөздерге назар аудар. Бірге созып оқимыз. Тар, тар, тар. Тара, тара, тара. Келесі сөз нар, нар, нар. Нар деп бір өркешті түйені атаймыз. Арпа, арпа, арпа. Арпа деген бидай тұқымдас астық. Құттықтаймын. Сен р әрпіне келетін сөздерді оқыдың. Өте жақсы. Келесі әріпке назар аудар. У әрпін оқып көрейік. Балақай. Бұл у әрпінің баспа түрі. Баспа түрін кітаптан кездестіреміз. Ал бұл у әрпінің жазба түрі. Жазба түрін дәптерден кездестіреміз. Лимон, ләйлек, балық, лақ сөздерінде у әрпі кездеседі. Суретке назар аудар. Суретте кімдерді көріп тұрмыз? Иә, анасы мен қызын көріп тұрмыз. Қызы анасына не беріп тұр? Қызы анасына гүл беріп тұр. Қолында қандай гүл тұр? Қыздың қолында лала гүлі тұр. Қане, бірге оқып көрейік. Алла, алла, алла. Келесі сөз лала, лала, лала. Лала гүл. Сол жақтағы сөздерге назар аудар. Ал, ал,
Ал. Келесі сөз тал. 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 Алға. 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 Өте жақсы. Келесі сөз мұқият бол. Есіңе сақтауға тырыс. Талғат. 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 Талғат деген ұл баланың есімі. Талғар. 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 Талғар деген қаланың атауы. Құттықтаймын балақай. Бүгін сен р және л әріптерін оқып үйрендің. Үйден қайталап оқып көр.